бүгін сіздермен электрондық форматта пригласительный, яғни шақыру қағазды жасауды көрсетемін. Ең оңай жолы. Және осы коралда емес, әрине, бірақ осы жаңағы ішіндегі элементтер, яғни гүлдер болсын, орнаменттер, жазулар болса, қалай қимылдату керек екенін тоже көрсетіп кетемін. Бұл жерде бізде уже дайын готовый осындай пригласительный жасалынды. Менде мысал ретінде осы шақыру қағазын алдым. Бұл оңай жолы, ең оңай жасалынатын шақыру қағаздарының бірі. Енді көбіне сұрақтарда былай қояды, цветовой гамманы қалай таңдасақ дейді. Былайынан айтқанда, түсін, түрін қалай таңдаймыз дейді. Енді әркім әртүрлі ориентир алады. Мысалға, бұл бір кезде цвет уже таңдалып тұрады. Немесе уже мысалға сіз бір объект аласыз, сол объектіде қандай цвет бар, сол цветпен ары қарай құрастырыла береді. Ол жерде изначально мына шақыру қағазында басқа сурет тұрған, тоже көк цвет атпен оны алып тастадық. Алдымен расположениесін қояр алдында менің сіздерге беретін кеңесім ретінде біз всегда жазудан бастау керекпіз. Жазуды бірінші келтіріп алу керекпіз. Приблизительный хотя бы вариант ретінде осындай ақ өзіміздің бірінші форматымызды келтіреміз. Мысалы, яғни бізде мына жерде A5 форматта, A5 форматында бұл формат бізде 148 мм-де 210 мм-ден болады. Мысалға, біз жазуды жазып аламыз. Енді бұл жерде алдияр деген балаға сүндет той деп ортасына келтіріп аламыз пи әріпімен. Төбесіне қоямыз, шрифті басып тұрып, қазір жерге английский қойып жіберейік. Енді жазу, основной жазуымызды ортаға қоямыз. Бірінші жазуды осы жерде жазсаңыздар да болады, в этом программаның өзінде. Немесе уже дайын текст болатын болса, скопировать етіп, сол текстті жөндесеңіздер болады. Енді былай өзімізге ыңғайлы қойып аламыз бірінші. Первоначальный вид, первоначальный кішкентай наброск жасап, жазылып тұрған жерлеріміздің бәрін қоямыз. Әркім әрқалай жасалады. Мысалға, былайынан жазбасаңыздар да, толық осылай бүйтіп текстовой вариантында ана жерге екінші вариант қойып жазып қойсаңыздар да болады, пригласительныйды. И мына жерге мекен-жайы мысалға. Мекен-жайын қойғанбыз. Осылай біз өйстіп құрастырып алған кезде, кейбір кезде мысалға бізде мекен-жайымыз ортасында тұрып қалған жағдайлар болады. Мысалы, өйстіп құрастырып, бірінші сөздерін келтіріп аламыз. Сөздер бірінші бізде ровно барлық бір қағаздың бойына сыйымдылығын көру керекпіз. Одан кейін сурет таңдаймыз. Суретте мына баланы таңдалған. Бұл жерде енді әр жеріне қойып көріңіздер, әрбір мына парақтың листіңіздің өзіңіздің әрбір бұрышына қойып көру керек, өйткені қай жерде әдемі көрінеді, сол жерге қай жерінде ыңғайлы болып тұрады, сол жерге қойып қойсаңыздар болады. Енді мына төбесіне де қойсаңыздар да болады, бірақ төбесінде тұрған кішкене ыңғайсыздау болып көрінгеннен кейін біз шеткі бөлігіне, ең бұрыштың шеткі бөлігіне осылай қойдық. Енді өйстіп осылай қойған кезде бізде мына сөзіміз кішкене келіспей қалды, сондықтан бізге оны былай шетке қарай жылжыту керек болды. Жылжытып аламыз мысалға. Енді цветті основной фонын артынға, мысалы, көк фонда бірінші квадрат береміз. Квадрат бергеннен кейін біздің пипетка арқылы мына баладағы цветті таңдасақ болады. Баладағы цветті таңдап, арт жаққа қарай основной артындағы цветті көкпен бояйтын боламыз. Әрине шетіндегі абристі, яғни контурды алып тастау керек. Өйткені бұл әдемі емес көрінеді. Оны алып тастау үшін төбеде нет деген батырманы басамыз, мына жердегі тұрған немесе мына жерде меню бар, тоже жоқ, немесе запрещенный знак, яғни сол запрещенный знак ретінде көрсетілген. Бұны оң жағын басамыз мышканы, сонда бізде абрисіміз кетеді. Енді бізге екінші мына көк цвет, яғни көк цвет бізге жерде көп жазуымызды көрсетпейді және қызықты қылмайды. Сол үшін кішкене чем больше деталей, но в смысле слишком деталь көп болмау керек, интересный қылу үшін басқа да элементтерді құрастыру керек. Ол үшін тағы да бір квадрат құрастырайық. Прямоугольник екі рет басамыз. Бұл прямоугольник всегда түсіну керек, что егер жаңадан құрастырылған прямоугольник всегда ең соңғы слойда тұрады, ең соңғы слойда. Оны алдыға қарай шығарып аламыз. Page аппен шрифті басып. Сонда енді міне мысалға бұл қазір тоже абрисын алып тастаймыз. Бізде ең бірінші фонда тұр. Оны через объекті арқылы көрсеңіздер болады, ең бірінші болып тұр. Бұны осы жаңағы прямоугольниктің, өзіміздің бірінші жасаған прямоугольниктің үстіне қарай жібереміз. Осылай қойып алдық. Енді құр осылай қалдырып кетсек, мына фонды, как будто получится, что между ними плоская поверхность тұрған сияқты. Чтобы показать, что этот слой чуть-чуть выше, бізге тень беру керек. Тень всегда кейбір жерлерде, конечно, керек емес, но в основном тень показывает значительно жаңағы сіздердің дизайндеріңізді значительно көп жерде через тень арқылы сіздер заттың қай жерде тұрғанын, расположениесін, ол жерге қалайдан свет түсіп жатқанын көрсете болады. Оны даже художниктердің өздері де пайдаланады. Бізде мысалға любой затыңыз, любой объектіңіз кішкене ерекше көріне бастайды. Бұл жерде де сол тень, сол ерекшелікті беруге арналып тұр бұл жерде. Мына жерде көріп тұрғандай сіздерге теңді 5% бердім, өйткені сыртқа қарай қатты шығып кетпесін дедім. Және в принципе осы тень, настройкадағы теңнің цветі болады маған. Тек вычитание деген режимін ғана қойдым. Сонымен бізде
изначально айтқандай мына жердегі сурет басқа сурет еді, отличаться етіліп тұр қазір осы, сондықтан оған мән бермейміз. Енді ары қарай осы цветпен де жұмыс істей береміз. Енді мысалға мына цветтерді қалай таңдадық десеңіздер, мысалға кейбір сөздерді, основной сөздерді өзгерту керек болса, именно осы дизайнде светло-синий цвет таңдалған. Соны мысалға қазір басақ, егер басқан көрсеңіздер, сливаться етіп кетеді, ол көрінбей қалады, яғни соны кішкене қалыңдау цветін береміз. Именно осы цветтің, осы түрдің, түстің кішкене қалыңдауын береміз. Ол үшін жаңағы өзінің заливкасына кіреміз. Заливкаға кірген кезде сіздерде бірінші осылай тұрады, палитра цветов деп. Бұл жерде палитра цветов бізге өзіміздің қазір макетте қолданылған цветтер көрсетіледі. Программа цветовқа басамыз и осы жерден кішкене қалыңдатамыз. Мысалға өзіңізге ұнаған бір қалыңдау цветін таңдайсыз. Осы болады. Ары қарай осы цветке байланысты, основной цветіне байланысты қалған цветтерді де өзгерте берсеңіздер де болады. Мысалға осылай. Енді мына жерге элемент қояйық, мына жерге гүл қояйық, осы сияқты. Ол үшін енді қазақша орнамент іздейтін болсаңыздар, мына бізде өзімізде интернетте берілген қазақша орнаменттерді қолдана берсеңіздер де болады. Қазақ орнамент PNG дейміз. Бізде бірнеше түрі көрсетіледі. Енді бұл жердегі өздеріңізге ұнаған объектіні алсаңыздар да болады, орнаменттерін. Енді маған осы ұнады, мен бұны алдын ала скачать етіп алғам. Загрузкаға кіреміз. Мына жерде менің орнаментім тұр. Переместить етіп аламыз өзімізге. Приблизительный размер бере салып, 40 дей саламыз. Разворачиваем. 90 градуста мына жерде жазамыз. 90 градуска. И осы жерде размерін үлкейтеміз, либо кішірейтеміз. Осы размер болады. Екінші бетіне де келтірейік. Орнына қойып аламыз. Группировать етіп, ортасына келтірсеңіздер де болады. Осылай. Енді егер осылай қалып кете берсін деп, прозрачность, мына жерде прозрачность берілген ғой, біз бұны прозрачность бермей, осылайға да қойып қойсақ та болады, немесе чтобы басқа элементтермен, яғни біздің жазуымызбен слишком сливаться етіп кетпес үшін кішкене ғана өзінің цветін алып тастайық, яғни прозрачность бере саламыз. Бұл жерде прозрачность берген кезде кішкене объектіміздің қанық цветі азаяды. Енді бұл жерде қараңыздар, мына лист прямоугольникті ақ цветпен қалдырсаңыздар да болады, немесе мына жерде мына баланың шалбарының цветіне айналдырсақ болады. Енді қалған жерлері де пустой болып тұрмас үшін, енді бұл пригласительный шақыру қағаз болған екен, гүл қойсаңыздар да болады, басқа бір құр мынандай лист қойсаңыздар да болады. Енді пригласительный болған екен, әдемі көрініп тұру керек, немесе сол орнаментті өзімен қалдырсаңыздар да болады, либо мына жерге лента тастасаңыздар да болады, шарик қойсаңыздар да болады. Енді әркімнің өзінің фантазиясына байланысты. Мен бұл жерде тек қана гүлді қойғым келіп тұр. Өзім гүлді изначально скачать етіп алғанбыз. Бұл гүлдердің барлығы доступны в интернете бесплатно пользование, поэтому всегда соған қараймыз. Егер лицензиясы бар болса, оның авторлық правасы болса, бізге ол суреттерді қолданбаған дұрыс. Ол үшін бұндай суреттерді өзінің сайттары болады, бесплатные векторные рисунки, немесе бесплатные стоковые картинки дейсіздер. Сол жерде про версиясы да болады, и және қолданыста жүретін суреттер де береді. Возможно, сол қолданыста жүргенге бесплатно тегін суреттері сіздерге жеткілікті болатын шығар. Сондықтан маған осы гүл ұнады. Енді гүлді өзіміздің орнымызға қояйық. Гүлді қояйық өзіміз орнымызға. Енді әркім өзінің қалауынша қояды. Мысалы, мына жерге қойсаңыздар да болады. Жоқ, ол орнаментті жауып қойды деп, мына жаққа қойсаңыздар да болады. Кішкене бұрып көріңіздер, өзінің орнын тауып көріңіздер. Возможно, сіздерге басқа расположение ұнайтын шығар. Осылай өйтіп приблизительный тұратын орындарын көріп аламыз. Осылай қай расстояниеда, қай орында тұрған ұнаса, сол жаққа солай қойып аламыз өзімізге ұнамды қылып. Негізі мен көбінесе орысша үйретем, сондықтан маған кейбір қазақша контентке өту сәл кішкене қиындау болып тұр. Осылай қойып алдық. Енді артық заттарын кесіп тастау керекпіз. Ол үшін мен барлық өзімнің қазіргі мынау растительный гүлдерімді выделить етіп, бір группировкаға жасап алдым, және мына жерден узелден мына узелге дейін обрезка таңдап, просто қиып тастай саламыз. Енді мына жерде баламыз артқа түсіп кетті, соны мен алдыға қарай шығарғым келіп тұр. Немесе мынаны артқа қарай бере салып, цифрлы атпен жаңағы ақ фонның өзіне түсіреміз. Осылай. Енді қараңыздар, бізде приблизительно барлығын уже біз қойып, өзімізге уже керекті дизайн жасап алдық. Енді бұны қалай қимылдатамыз? Corelда негізінде ондай қимылдату процесі, жыбырлату деген не жоқ. Ол үшін біз Canva'ны таңдаймын көбінесе. Canva'ға қалай сохранять етеміз бұл процестің барлығын? Canva'ға қалай жібере аламыз, чтобы барлығы қимылдайтындай қылып, ол үшін қазір сіздерге бір вариант көрсетемін. Мысалға, егер біз просто JPEG форматында сохранить етіп алайық бірінші, мысалы осылай сохранить етіп алдық. Canva сайтын ашамыз. И осы жерде пригласительный деген создать дизайн десеңіздер де болады, немесе приглашение деп жазаса сразу. Өйткені приглашение альбомное либо квадратное, альбомный таңдай тұрайықшы. Өйткені бізге не альбомный, не квадратный түрде қажеті жоқ.
портретный таңдаймыз, альбомный алып тастай саламыз. Все, создать пустой дизайн дейміз. Егер біз суретті былай кеп әкеп лақтырсақ, бұл бірақ бір сурет, яғни бір файлда барлық орналасқан, мысалы ортасына келтіреміз осылай, и төбеге қарай. Мына 4 сызықсыз шықты, значит біз ортасына тұрмыз деген сөз. Болды. Бізде бірақ қана сурет, бұны анимация жасайтын болатын болсақ, тек қана либо ол төбеге, либо шетке бірдей осылай ғана қимылдайды. Енді бұны бөлек-бөлек қимылдату үшін бізге бірінші былай сақтау керек. Бірінші біз фонын отдельно сақтаймыз, және элементтерді отдельно сақтаймыз. Мысалы, мына аттағы баланы қиып аламыз. Отдельный неге, отдельный листке, тура сол форматта, тура сол жерде сақтау керекпіз. Яғни бұл жерде плюсик басып, мысалы плюсик басасы, мына екінші страница ашылады. Енді біздің гүлімізді аламыз, гүлдерді қиып аламыз, плюс екінші страницаға лақтырамыз. Былай немесе былай тастамаймыз, ровно қалай қиылды, солай вставка жасаймыз. Тоже мына екі орнаментті де бөлек сақтап алайық. Мына М деп орысша әріптерді көрсетіп жатыр сіздерге қазір. Так, дальше енді сөздерінде бөлек-бөлек, әрқайсысын бөлек-бөлек сақтасаңыз болады, немесе тура мен сияқты барлығын общий бір файлға сақтап алады. И және фонымызды енді былай сақтаймыз. Алдияр, мысалға, алдиярдың бірінші бір деп жазалайық, ол фон болсын. Мысалға, фон дейміз. Фон дейміз. Сақтаймыз. Екінші. Тоже экспорт. Бұл жерде уже JPEG форматы емес, PNG форматта. Екінші, PNG форматта текстеге. Үшінші страница, тоже экспорт, орнамент. Окей. Төртінші страницада тоже экспорт, гүл дейміз. Барлығы қалған объектімді, осындай объектілердің бәрі PNG форматта сақтаймыз. Есімізде сақтап алайық. PNG форматта сақтаймыз. Бесінші страница, ат дей салайық. Окей. Сонымен бізде мына барлық элементтер уже сақталды. Мына фон, текст, орнамент, гүл, ат. Осылай сақталды. Осылай барлық затты выделить етеміз, и канваға келіп тастай саламыз. Потом также полный выделение жасап, бірінші орынға именно фонмен ориентир жасап, дұрыстап аламыз. Ортаға келеміз ровно. И ары қарай орналастыра бастаймыз. Гүлімізді де также фонға размерін келтіреміз. Баланың размері бізде үлкейіп кеткен, кішірейтіп аламыз. Мына жерге қойып қоямыз. Өзінің орнына келтіреміз барлық нәрсені. Текстті де ұстаймыз, кішкене кішірейтеміз, оны да өзінің размеріне байланыстырамыз. И бізде ең соңғы орнаментқа көткен, гүл ұстап тұрмыз, слой назад дейміз. Сонда біз орнаментімізді ұстай аламыз. Орнаментті төбеге шығарып қояйық. Тоже фонға байланысты кішірейтеміз. Ортаға келтіреміз. Барлық заттардың бәрін ортаға әлдендеп қойып аламыз. Все. Енді мына гүлді артқа қарай жіберейік, тағы да переместить назад. В принципе, бұлар барлығы артқа тұрады сақталған кейін. Тек бізге мына текст кішкене. Осы жерде де бір жөндеп алсаңыз да болады. Осылай тұра берсін. Енді барлық заттарды отдельно тұрған сақталған заттарға просто анимация береміз. Мысалға, қараймыз еще, қай анимация жарасады. Мысалға, былай, или былай. Осыны қояйық. Потом гүлдерге давайте, чтобы ол пульсация жасасын, иә? Или осылай да дұрыс екен. Ары қарай, мысалға, текстке негізі оқылу үшін осы пульс деген болған дұрыс болады. Дальше мерцание керек емес вообще. Вот это классно, да? Все, теперь можете музыку добавить. Музыканы енді. Бұл жерде именно керекті музыка жоқ. Happy дейік. Тоже. Музыка добавить етсеңіздер болады, мысалы осылай. И қараймыз.